Сәлеметсіздер ме, құрметті менің ақылды оқушыларым. Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы топырақтың құрамы. Сабақтың мақсаты топырақтың құрамын білетін боламыз. Бүгінгі қолданатын тірек сөздеріміз қара шірік, топырақ құрамы. Балалар, қара шірік дегеніміз өсімдіктер мен жануарлардың шіріген қалдықтарын қара шірік деп атаймыз. Көмектес. Нигеш пен Эврика топырақты зерттеуді жалғастырды. Олардың сұрақтарға жауап беруіне көмектес. Эврика сұрап жатыр: енді сен топырақта түрлі тірі ағзалар тіршілік ететінін білесің. Оларды атап шық. Нигеш, топырақтың құрамында не болуы мүмкін? Қалай ойлайсың? Нигеш пен Эврика картоп егіп жатыр. Топырақта тіршілік ететін тірі ағзалар ол шұбалшын, суыр, құмырсқа, көртышқан. Топырақтың құрамында ауа, су, тас, шірінділер болады. Шұбалшын жәндіктері топырақ ішіне қозғалған сайын оны қара шірікпен, құммен және сазбен араластыра отырып қопсытады. Тіршілік етуге қажет жағдайлар тапсырмасы балалар. Тірі ағзалардың тіршілік етуі үшін не қажет? Топырақтың құрамында ауа бола ма? Қалай ойлайсың? Топырақта су бар ма? Су оған қайдан келеді? Тірі ағзаларға өмір сүру үшін су, жылу, ауа қажет. Ауа барлық жерге таралған. Ауа топырақ бөлшектерінің арасында тығылуы мүмкін. Егер топырақтың үстінде шалшық пайда болса, су топырақ бөлшектері арасына сіңіп кетеді. Иә, топырақта су мен ауа бар екені дәлелденді. Жер астындағы тіршілік. Нигеш пен Эвриканың сұрақтарына жауап берейік, оқушылар. Екі шыны ыдыстағы топырақтың қандай айырмашылығы бар? Неліктен? Шұбалшының қандай пайдасы бар? Шұбалшын топырақты қопсытып жатыр. Егер шұбалшындар болмаса, топырақ тығыз болады да су сіңе алмайды. Шұбалшындардың рөлі өте маңызды. Шұбалшындардың салған жолының тағы бір пайдасы құм борпылдақ топыраққа тереңірек сіңеді де барлық қабаттар араласады. Топырақтың құрамына тағы құм мен саз, ұсақ тастар кіреді. Келесі тапсырма топырақта. Суретке назар аударайық. Суретті сипатта. Топырақтың үстіңгі қабатында не бар? Оларды ата. Бұл заттар топырақтың бетінде қалай пайда болады? Осы суретте бір жылдан кейін қандай өзгеріс болады деп ойлайсың? Топырақтың бетіндегі заттар оның астына тереңірек сіңе ме? Ойланып, айтып бер. Суретте түскен жапырақтар, шөп қалдықтары бейнеленген. Ағаштан түскен жапырақтар мен шөп қалдықтары ұзақ уақыт ішінде шірейді. Шіріп кеткен өсімдіктер топыраққа түседі. Құрт топырақты қопсытады. Егер топырақ үстіне шіріп кеткен қалдықтар болса, қопсыту кезінде олар араласады. Құм мен саз сияқты тереңірек түседі. Топырақта тағы бір ағзалардың қалдықтары бар. Зертте. Топырақтың құрамын қалай зерттеуге болады? Оқушыларды шағын топтарға бөлеміз. 3 жұмыс аймағын құруға болады. Топтағы оқушылар үстелден үстелге ауысады. Әр 3 топқа қажетті ресурстарды дайындаймыз. Біріншісі су құйылған стақандар, екінші топырақ салынған стақандар және таяқшалар немесе бір реттік қасықтарды арналған қағаз фольганы, үлкейткіш әйнектерді дайындап аламыз. Зерттеуді бастамас бұрын оқушылар эксперимент жоспарын құрады. Зерттеу жүргізуге нұсқаулық. Сұрақтар. Топырақтың құрамы туралы болжамдарды дәлелдеу үшін не істеу қажет? Әр топқа эксперименттік жоспарын құруды тапсырамыз. Бір стақан суға бір шөкім топырақ салып, судың бетінде не көрінеді?
көбіктер. Ол топырақта ауаның бар екенін білдіреді. Қорытындыны шығару эксперименттің суретін зерттеушінің қойын дәптеріне салу, топырақты таяқшамен араластырып және стақанды үстелдің үстіне біраз уақытқа қалдырамыз. Ас пісіруге арналған қағазды фольга алып, аздаған топырақ салып, алақанмен қысамыз. Топырақты сілкіп тастап, қағаздың бетіне нені байқауға болады? Кішкентай дымқылдақ пайда болады. Ол топырақта су бар екенін дәлелдейді. Нәтижені жазамыз. Үстелдің үстінде тұрған су стақанына оны шайқамай қарау, не байқадық? Судың бетінде өсімдік қалдықтары, ұсақ қоқыстар жүзіп жүр. Су лайланған. Түбінде не бар? Құм мен саз бар, тастар бар. Топырақтың жұқа қабатын үлкейткіш әйнекпен қарап, нәтижені жазамыз. Эксперименттің жоспарын оның іс жүзінде қалай жүргізгенімен салыстырамыз. Оқушылар өздерінің топырақ құрамында су, ауа, тірі ағзалардың қалдықтары бар екендігі туралы қорытындыға келеді. Ойлан, топырақтың құрамы қалай және не себепті өзгереді? Өсімдіктер тамырдың көмегімен су мен қоректік заттарды сіңіреді. Өсімдіктер оларды топырақтан алады. Олар таусылып қалуы мүмкін. Қоректік заттардың қорларын қарашірік сеуіп, тыңайту арқылы толтырады. Сен білесің бе? Топырақ жерде тірі ағзалар пайда болғаннан бастап қалыптаса бастады. Бұл үдеріс өте баяу жүреді. 100 жылда шамамен 1 сантиметр топырақ түзіледі. Есте сақта, топырақтың құрамында құм, саз, қарашірік, тірі ағзалардың қалдықтары, су, ауа кіреді. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.